Космология және нанотехнология бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Альтаир шоқжұлдыз және Шүмбел шоқжұлдыздың көрнеу жұлдыз шамасы жайлы мәлімет жазыңыз дейді. Альтаир ол бізде 0,77 м, ал Шүмбел шоқжұлдызынікі бізде 1,58 м болады. Келесі, наноматериалдардың физикалық қасиеттерін ашып жазыңыз. Физикалық түрленулерге булану, конденсация немесе күрт салқындау, қыздыру балқытпаның тозаңдануына негізделеді. Наноматериалдарды алудың екі тәсілін сипаттап жазыңыз. Үлкен өлшемдері бар материалдарды нано өлшемге дейін ұсақтау, атомдар мен молекулаларды өсіру арқылы наноматериалдар алу. Нанотехнология дегеніміз заттардан белгілі бір қасиеттерді алу мақсатында атомдық немесе молекулалық деңгейде өтетін манипуляциялау әдістерінің жиынтығы. Нанотехнологияның қолданыс аясын сипаттап жазыңыз. Машина жасау өнеркәсібінде, электроникада, яғни микропроцессор мен транзистор жасау кезінде, энергетикада, күн батареяларында, медицинада, микроэлектронды құрылғылар жасауда, құрылыста, тростар, кабельдер, бояу материалдарын жасау кезінде. Келесі, электрондарды күмістен шығу жұмысы 7,85 10-19 дәреже джоуль. Күміс үшін фотоэффекттің қызыл шекарасын, толқын ұзындығын анықтаңыз дейді. Енді бізде шығу жұмысы берілетін болса, онда қызыл шекараны анықтай салу біз үшін оңай. Аш шығу жұмысы ол бізде ашысы бөлінген лямбда қызыл шекара болады. Осы жерден біз лямбда қызыл шекараны табатын болсақ, ол ашысы бөлінген аш шығу болады. Енді орындарына қойып есептейтін болсақ, бізде 2,5 10-7 дәрежесі метр шығады. Келесі, қазақ астрономиясынан таныс болған шоқжұлдардың атауын тізбектеп жазыңыз. Біріншісі ол бізде әрине 7 қарақшы, екінші торпақ, 3 аққу, 4 бүркіт, 5 сүмбіле, 6 темірқазық. 2 осы жерде ең көбі танысы біз әрине білеміз, ол 7 қарақшы мен темірқазық екен, бірақ мына алтауын тізбектеп жазып қоямыз. Күн жүйесі. Күн жүйесінің жалғыз жұлдызы күн. Күннің айналасында осы жүйенің басқа нысандары, планеталар және олардың серіктері, астероидтар, метеориттер, кометалар және ғарыштық тозаң айналып жүреді. Күн массасы барлық күн жүйесінің жиынтық массасының 99,866% құрайды. Күн 73% сутектен, 25% гелийден және 2% басқа элементтерден темір, никель, оттегі, азот, кремний, күкірт, магний, көміртек, неон, кальций және хромнан тұрады. Осымен менің БЖБ талдауым аяқталды. Егер БЖБ талдауым ұнаса, каналға тіркел, лайк басып, қоңырау тушасын басып қой. Осы БЖБ талдауды достарыңа тарат.